Жетінші түзу шеңбердің ұзындығы 60 сантиметр 18 градус бұрышқа сәйкес доғаның ұзындығын тап деді. Мына екі формуланы қолданамыз. Бұл жерде біз шеңбердің ұзындығын тауып алайық. Шеңбердің ұзындығы арқылы радиусын тауып алайық. 2 πr тең 60 деп, πr бізде 60-ты 2-ге бөлсек, πr 30-ға тең деп, келесі l мына жерге апарып қоямын. L тең πr-іміз 30-ға тең, мына πr мына жерге апарып қоямын. πr 30-ға тең, фи деп отырған 18 градус бізде, бөлем 180-ге. Екеуін қысқарып жіберемін, 10 болады. 30-ды 10-ға бөлсем 3 болады, яғни 3 сантиметр болады. 8-ші. Шеңбердің ұзындығы 1-ге тең, яғни бұл жерде фи 30 градусқа тең. Центр бұрышқа сәйкес шеңбер доғасының ұзындығын табыңыз. Мынау бірлік шеңбер деп аталады. Бірлік шеңбер болса, онда мына формуланы қолданамыз. L пи фи бөлінген 180 дегенді шығаратын болып, мынаны бөліп қояйын. Осыған тек L тең пи көбейтілген фи 30 градус 180. Мына жерді қысқарып жіберем, 6 пи бөлінген 6 болады. Екінші бізде сол сияқты фиім 90-ға тең. Пи көбейтілген 90 градус бөлінген 180 қысқартқанда пи бөлінген 2 болады. Үшінші 120. Фи 120 градусқа. L тең пи көбейтілген 120 градус бөлінген 180. Нөлдерін қысқарып тастап, 6-ға бөлсек, мынауың 3, мынауың 2, сонда бізде 2 пи бөлінген 3 болады. Төртінші бізде фиім 270 болған кезде L тең пи көбейту 270 градусты 180-ге бөлемін. Нөлдер кетеді, 9-дан 5-ні 3, мынау 2, сонда 3 пи бөлінген 2 болады. Жақсы. Арман қарағайлы орманда серуендеп жүріп, кәрі ағашты көрді. Ағаштың жуандығын өлшегенде 2,2 метр болды. Өлшеген жердегі ағаштың диаметрін табыңыз. Ағаштың жуандығын өлшегенде деді, яғни ағаштың ұзындығы шеңбер тәрізді болады ғой, 2,2 болады. Соның диаметрін 2 радиус тауып аламын. 2 радиус деп отырған менің диаметрім 2 радиусқа тең болса, 2 радиус тапсақ бізде жеткілікті. Яғни S деп отырған 2,2-ні бөлемін пиға, болады 0,7 метр. Нөл бүтін оннан 7 болады. Киіз үй көшпенділердің ежелден келе жатқан тұрғын үйі. Өлшемдері бойынша киіз үйлер әртүрлі болады. Диаметрі 1 метр, 2 метр болған киіз үйдің шаңырақтың 24 ұзындығын тап деді. Диаметрін бізде 1-ге тең, радиус деген оның 2-ден 1-не тең. Ұзындығын тап деді. Ұзындығы бізде 2 πr-ге тең, демек 2 көбейту пи көбейту радиус деп отырғаным 2-ден 1-ге тең, қысқарып кеткенде пиға тең. Пи деп отырғаным 3,14-ге тең болады деген сөз. Метр. Асы де дәл солай, диаметрі 2 болған жағдайда радиусы 2-ге бөлсең 1-ге тең. Ұзындығы 2 πr, демек 2 көбейтілген пи 6,28 метр болады. Екінші, яғни диаметрі бізде 5 метр болса, жағдай радиусы 2,5 болады деген сөз.
2 PR-дің орнына 2,5-ті қоям. Екі жарым көбейтіп 5, 3,14 тең болады. Так, 15,7 метр болады. Бұл асы дәл осындай 10 метр болғанда радиусы 5 болады. Ұзындығын тапқан кезде 2 пи көбейту 5, 10-ды 3,14-ке көбейтсең 31,4 метр болады. Беріктің кіші қарындасы Айгүлге пойызға арналған ағаш жиынтықпен ойнаған ұнайды. Берік қарындасы мына суретте А суретінде көрсетілген доғалы бөліктерін рельс, теміржол құрастыруға көмектеседі. Дөңгелек пішіндес рельсті теміржол құрастыру үшін Берік пен Айгүлге қанша доғалы бөліктер қажет? Дөңгелек тәрізді болғаннан кейін нешеу керек дейді бізде. Енді білеміз, бір шеңберлер бізде дөңгелегіміз 360 градусқа тең. Дөңгелек бізде жалпы дөңгелек болу үшін 360 градусқа тең болу керек. Демек, бізде нешеу керек екенін анықтау үшін сол 360-ты 30 градусқа бөлемін. Бізде 12 бөлік керек. 12 бөлік керек. Сонда 12 бөлікті шықсам біздің шеңбер пайда болды деп алдық. Енді бір айналып өту бізде шеңбердің жалпы ұзындығына жатады. Ұзындықты біз жаңа 2πr деп есептейміз. Бұл жерде r деп отырғаным, мына r деп отырғаным 14 сантиметр. Біз қазір мына ішкісін есептеп отырық. Мына жер S1 деп отырмын. Ішкісін есептеп отырық. Ал сыртқысы бізде мынау ішкі деп қойын радиус. Мына кіші радиусты сыртқы. Ол 3 метр, 3 сантиметр. Әзірге біз үлкен R есептеймін. Демек, 2 көбейту пи көбейтілген 14. Демек, 28 пи. S2 бұл ішкі. Бұл да 2πr мен белгіленді кіші. Кіші радиуспен жазып жатырмын. Пи көбейту. Сонда мынаған мен 14-ті қосым. Сонда 17 сантиметр болады. Мына жерге 17 сантиметр жазамын да 34 пи екенін анықтаймын. Енді сол 34 пидан 28 пиді азайтатын болсақ, бізде 6 пи сантиметр. Біріншінің жауабы 12 бөлік керек. Одан кейін оның айырмасы шамамен 6 пи сантиметр.